Алтай Ньюс редакциясы барша ғашықтарды Қозы Көрпеш Баян Сұлу мерекесімен құттықтайды. Мерекелі шуақты күнде аймақ тынысын хабарлайтын мен Балауса Мылысқызы. Шығыс Қазақстанда өзендердегі су деңгейіне және таулардағы қар жамылғысының биіктігіне күнделікті мониторинг жүргізіліп отыр. Бұл төтенше жағдайда тез әрекет етіп, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет шара. Қазақстанның экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев қазіргі ахуалмен танысты. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметовпен бірге мониторингтік топ Риддер, Алтай және Самар ауданындағы өзендер мен су құрылыстарының жай күйін әуеден бақылап, Шемонаиха ауданының төтенше жағдайға техникалық дайындығын тексерді. Сондай-ақ тұрғындармен кездесті. Көктем келіп, шаһар тұрғындары әдеттегідей қала көшелерін тазалауға кірісті. Мемлекет басшысының бастамасымен еліміздің түкпір-түкпірінде Таза Қазақстан акциясы өтіп жатыр. Осы орайда Өскеменде 300-ге жуық аула тұрғындары сенбілікке шықты. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті ұжымы мен студенттері де егістен тыс қалмады. Университеттің баспасөз қызметінің ақпараты бойынша жоғары оқу орнының университет ауласы мен айналасын тазалауға белсене атсалысты. Миллиондаған жанкүйер асыға күткен Париж Олимпиадасының ашылуына 4 айға жуық уақыт қалды. Шығыс жұртшылығы да бұл уақытта аламанды асыға күтіп отыр. Әзірге Олимпиада жолдамасына Кенді Алтайдан 4 спортшы ие болып үлгерді. Бүгін облыс орталығында 1967 жылғы ер адам аурухананың 6-шы қабатынан секіріп кеткен. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы берген мәлімет бойынша науқас психомоторлық қозуға ұшыраған. Ер адам алған жарақат салдарынан оқиға орнында көз жұмды. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі берген мәлімет бойынша қазір тиісті тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Іс басшылықтың тікелей бақылауында. Осымен бүгінгі хабар тәмам. Тасқын судан аман болайық. Ғашықтар күнінде сүйіктіңізді құттықтауды және де бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.